Ішкі аурулар саласында мергердің коммуникативтік дағдылары, дұрыс ақпарат жинаудың, диагноз қоюға көмектесудің және науқастың сенімін арттырудың негізгі бөлігі. Сәлеметсіз бе, менің есімім Ұлықбас Шаңнұр. Мен сіздің бүгінгі жауапты мергеріңіз боламын. Сіздің есіміңіз? Сәлеметсіз бе, менің есімім Алмасова Айнұр. Алмасова Айнұр, сізді не мазалайды? Менің жүрегім қатты соғатын болды. Соңғы кездері жайсыздық күйін көп сезінемін, және де ентігу пайда болды. Түсінген сияқтымын. Жалпы сіздің жағдайыңызды бірге бақыласақ, ол үшін мен сізге сұрақтар қоямын. Сол сұрақтарға нақты жауап беруіңізді сұраймын. Ентігу қашан басталды және қай кездерде күшейе бастайды? Мен көбінесе жұмыс істеп келгеннен кейін және де ұйықтар алдында ентігу пайда болатын болды. Күшейеді, қатты соғады ентігу. Демек бұл қозғалыс көп кезінде және жатар алдында күшейе бастайды ентігуіңіз, дұрыс па? Иә, солай. Енді аяқтардың ісінулері бола ма? Аяқтардың ісіну болады, шаршаған кездерде, көбінесе ұйықтар алдында аяғымды көтеріп жатуға тырысамын. Осы кезге дейін дәрігерлерге көрініп және де белгілі бір дәрілер қабылдап жүрсіз бе? Дәрігерлерге көрінген болатынмын, және де ісінуге осы ентігуге дәрі жазып берген болатын, бірақ басылғаннан кейін ол дәрілерді пайдалануды тастап кеттім. Негізі дәрілерді тастап кету, басылғаннан кейін дұрыс қабылдамау, уақытылы ішпеу, бұл негізі дұрыс емес. Себебі осы дәрілеріңіз уақытылы қабылдау арқылы жүрекке түсетін күшті азайта аласыз, сондықтан дәрілерді уақытылы қабылдап жүріңіз. Жалпы сізде бір қорқыныш сезімдер мазалайды ма, сізде бір мазасыздық тудырмай ма? Қатты шаршағанда ентігу ұзақ болады, және де қатты болады, сол кезде қорқамын. Қорқасыз. Демек бұл психологиялық ауыртпашылыққа әкелуі мүмкін деген сөз. Оның алдын алу үшін сіз уайымдамаңыз, сіз жалғыз емессіз, біз сізбен біргеміз, барынша сізге қолымыздан келгенше көмек беруге тырысамыз. Және де маған қандай да бір сұрақтарыңыз болса? Мен өзімнің тамақтану режимім туралы білгім келеді. Сіз тамақтану режимінен бұрын дене салмағыңыз қалыпты болу керек. Сіз дене салмағыңызды білесіз ғой, өзіңіздің қалыпты нормадағы. Соны білсеңіз, бірінші тамақтан алдын осы кесте бойынша. Мен сізге кесте жазып келген болатын арнайлап. Бұл жерде таңертеңгілік және кешкілік 2 схема тұр. 2 мезгіл сіз салмағыңызды өлшеу арқылы күнделікті норма салмақ жазып отырасыз. Жазып отыру арқылы күнделікті қалыпты салмағыңызды біліп отырасыз. Және де тұзды тағамдарды көбінесе шектетсеңіз, тұзды сосын мейлінше 5 граммнан артық қоспасаңыз. Майлы тағамдар және де қуырылған тағамдардан бас тартыңыз. Ал егер де осы нормадағы кесте бойынша салмақ келе жатасыз, осылай жазып келе жатасыз, нормада 1 килограмм, 2 килограмм қосатын болсаңыз, дереу бізге ескертуіңізді сұраймын, өйткені бұл белгілі, маңызды белгілердің бірі болып саналады. Сондықтан мен жазып берген жұмыстарды уақытылы орындауға, мұқият қарауға, жауапкершілікпен қарауға тырысыңыз. Рахмет, жауапкершілікпен қарауға тырысамын. Жақсы, сау болыңыз. Коммуникативтік дағдылар мергерге науқастың сеніміне кіруге, оның жағдайын терең түсінуге және сапалы көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Ішкі аурулардағы тиімді коммуникация клиникалық ойлаудың ажырамас бөлігі.